Інжір тұт тұқымдасына жататын субтропиктік жеміс ағашы. Інжірдің биіктігі 4-8 метр, діңінің диаметрі 0,2-0,4 см. Тамыры жақсы дамыған, жас сабақтары жасыл, сүтті шырынды, жапырағы ірі, жемісі етжеңді, жеміс шоғырының ішінде ұсақ жаңғағы болады. Жемісінің салмағы 32-77 грамм. Қос үйлі өсімдік. Аталық ағашын капифиуркс, ал аналығын фиг деп атайды екен. Бір гүлімбас фог арасы тозаңдырады. Ол болмаған кезде қолдан тозандыру жүргізіледі екен. Бірдің көптеген сұрпының жеміс шоғыры партенкрапты. Аналық ағаштардың көпшілігі 2 рет жеміс береді. Біріншісі шілдеде, екіншісі тамыздан қарашаға дейін піседі екен. Ылғалды жерде жаздың ыстығына төзімді, топырақ талғамайды, бірақ қарашірігі мол саздық топырақты жақсы өседі. Ағашы 100-2 жыл өмір сүреді екен. Оның 2 жылдық кежеттері жеміс бере бастайды. 50-80 жылға дейін өнімі мол болады екен. Жерорта теңізі жағалауында, Кіші Азия түбегінде, Иранда, солтүстік батыс, Үндістанда, Кавказ сыртында, Орта Азия елдерінде, жабайы түрлері ТМД елдерінде, Ресейде, Орта Азия елдерінде қолдан отырғызылған түрлері өседі екен. Жас жемісінде 12-23% қант, 0,5-4,2% пектин заты, 3,4-7,4 клетчатка, С, В1, В2 витаминдері, каротин, кальций, темір және фосфор мол екен. Жемісін жас күйінде кептіріп, тосап, компот жасап тағамға пайдаланады. Кепкен жемісінде 50-77% қант болады екен. ТМД елдерінде Смирянский 2, Калимирна, Далматский, Чапла, Сочинский 7, Кадота сұрыптары отырғызылған. Бір тұқымнан қаламшеден тамыр сабақтарынан өсіріледі екен. Інжірдің біздің елімізде көп жағдайда кептірілген түрі кездеседі. Ол миллиондаған жылдан бері адамзатпен бірге жасап келеді. Адам ата мен Хауана тыйым салынған алманы жеген кезде ұяты оянып, денесін інжір ағашының жапырағымен жапқан. Алма есте қалды, ал інжір ұмыт қалды. Себебі оңтүстік пен солтүстік тұрғындары інжір туралы ештеңе білмейтін еді. Ескендір Зұлқарнайын әскери жорықтар кезінде өзімен бірге кептірілген інжір алып жүретін болған. Себебі ол мол күш қуат береді, әрі жүк арасында көп орын алмайды екен. Дәрігер ғалым Ибн Сина бұл жемістің емдік тұрғыдан қарағанда аса құнды екенін байқады. Інжір ондаған аурумен күресуге, олардың алдын алуға септігін тигізді. Қазіргі заманауи медицинада Ибн Синаның тұжырымын растайды. Әсіресе жөтелге қарсы және іш өткізгіш дәрі ретінде жақсы қолданылады екен. Інжір мидың қызметін күшейтетін триптофанға бай. Тек ол ғана емес, жүйке жүйесі нашарлағанда және күйзелістен арылуға көмектеседі. Ұйқыны қалыпқа келтіреді, депрессиядан тез шығып, түрлі жағдайды бір қалыпты қабылдауға себебін тигізеді. Көңіл күйді жақсартады. Басқа да А, В, С секілді дәрумендерге, микроэлементтерге, ақуыз бен көмірсуға өте бай. Әсіресе құрамында калий мен темір көп. Ол қан аздықты емдеуге, жүрек пен қан тамырлары жұмысын жақсартуға қолданылады екен. Етті інжірде 1%, кепкен інжірде 6% ақуыз бар. Сол себепті бұл тағамды вегетариандар да сүйіп жейді екен. Біздің заманымыздан бұрынғы 372 жылы дүниеге келіп, ботаниканың атасы ретінде танылған Теофраст інжірдің 100 сортын сипаттаған. Әрқайсының жемісі өзіне тән өзгеше дәм беретін түрлі сорттағы ағаштардың әрқайсысы әртүрлі аталған. Жемісі ашық жасылдан бастап қою күлгінге дейін түрлі түсте кездеседі. Бірақ барлығында ішіндегі жұмсағы лағыл қызыл түсті, майда тұқымы көп болады екен. Інжір ағашы ұзақ жасайтын өсімдікке жатады. 304 жыл бойы өнім береді екен. Оны гүл құмарасында өсіруге болады, тек мұздап қалмауы керек. Інжірді қант диабетімен және құянмен ауыратын адамдар, ас қорыту жүйесі бұзылған жандар қолданбағаны дұрыс. Інжірдің сапасы жұмсағының граммына байланысты, ішіндегі тұқымы көп болуына байланысты бағаланады екен. Егер 900-ден аса көп болса,
ал 500-ден аз болса өнім сапасы жақсы деуге келмейді екен. Бәрінен де Самарқан інжірі ең дәмді болып саналады. Мысыр патшайымы Клеопатра да бұл жемісті сүйіп жеген, әрі ол үшін күш пен сұлулық береді деп есептеген. Адамдар арасында інжірді жат бөлмесіне қойса, бақытты отбасы боласың, ал кеңсеге қойсаң, қызметте жетістікке жетесің деген сенім бар екен. Құранда кейбір тамақтар мен өсімдіктердің аттары анық аталып өтілген. Кейбір тағам түрлерінің Құранда аталуы көзі ашық адамдарды ойландыратыны анық. Бұл тамақтардың құрамда аталатындай нендей пайдасы бар екен? Уақыт өтіп, ғылыми зерттеулер жүргізілгеннен кейін көптеген тамақтардың пайдасы мен зияны анықтала түсуде. Құранда аталған тамақтардың жаңа қырларын анықтау арқылы олардың адам өмірі мен денсаулығында қаншалықты пайдасы бар, сол туралы ақпарат беретін боламын. Қасиетті Құран кәрімде аталған жемістердің бірі тин, інжір сүресі. Тин інжірдің арабша атауы. Бұл сүренің алғашқы аятында ұлы жаратушымыз інжірге және зәйтүнге серт деп баяндайды. Олай деуінің себебі інжір мен зәйтүн пайдалы жеміс. Адамның денсаулығы мен өсуіне айтарлықтай әсер етеді және аурулардың алдын алады. Хам дәмі тіл үйіретін азық және сауда-саттық тұрғысынан пайдалары жетерлік. Інжір мен зәйтүн тағамдық және фармацевтикалық құндылыққа ие болатындықтан адам денсаулығында ерекше рөл атқарады. Інжір қақырық себебінен болатын құрғақтықты кетіріп, әсіресе тамақта толық шықпай қалған қақырықты түсіреді. Тамақ, кеуде, суық тию, тұмау ауруларына өте пайдалы. Жөтелі күшейген адам үшін таптырмас ем. Зәрді көбейтеді. Тәбеті нашар болған кісі үшін аш қарынға жаңғақ немесе миндаль дәмімен қосып жесе тәбеті ашылады екен. Әрі суық тиюге қарсы антисептик болып саналады. Геморрой, қан тамырлары ауруына інжірдің пайдасы мол. Бүйрек тасын түсіріп, қуықты тазалайды. Улануға қарсы күресу қасиетіне ие. Кептірілген інжір де өте пайдалы. Мәселен, сүт немесе сумен қайнатып ішсе, қызылша, қышыма ауруларына, ыстық суықтан пайда болған қызуларға өте пайдалы екен. Жүйке жүйесін тыныштандыру қасиетіне ие. Суға қайнатып ауыз қуысын шайса, ет жиек жараларына, ауыз қуыс жараларына ем екен. Інжірдің жүкті немесе бала емізетін аналар үшін орасан зор пайдалары көп екен. Інжірді піскен немесе шеке күйінде пайдалануға болады. Сондықтан оны жылдың кез келген мезгілінде қолдана аламыз. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассаламның кімде-кім жүрегінің жақсы жұмыс істеуін қаласа, інжір жеуді жалғастырсын деп айтқаны тегін емес. Себебі құрамында калий көп болғандықтан жүрек қан тамырлары ауруларына таптырмас ем. Мұны қазір медицина ғылымы дәлелдеп отыр. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.